жақсы емес, бірақ жұмыстан келіп үйдегілер суши мен крылышки заказ беріп қойыпты. Соң кішкене қалған, соның дәмін көріп сіздермен бірге тамақтанамын деп отырмын. Негізі микрофон жақсы жұмыс істеп тұр. Өйткені бір тексеріп алдым. Кішкене жоғары отырған сияқты. Осылай дұрыс па екен? Менде мындай палочкамен дұрыс жей алмай жатсам, мүмкін вилкаға көшем деп вилка алдым. Вилканың қазақшасы шанышқы ма, сондай. Сосын мындай соус. Негізі крылышки қатты жақсы көрмеймін. Сушиді былай жеймін. Крылышкиді неге жақсы көрмеймін десек, сыртындағы кожасы сол ұнамайды маған. Мынандайларды көрейік. Түсіп қалса ұят болады. Жана сол әшейін. Сіздерге васаби ұнайды ма? Мен ондай васабиді көп жеп көрмедім. Маған имбир ұнайды, қызылы бар ғой. Бірақ мен оны келген кезде жеп қойдым. Менде азақ қалды. Бір-екі апта болған қалыпты. Сосын васаби мен оны көп жемеймін. Жұмыста күні бойы боянып жүру керек. Жұмыста қалай бояндым, сол бояумен әлі жүр. Ернімнің бояуы кетіп қалған, сосын қасын боямаймын. Қасымды қатырып қоямын, сол қатыратын кетіп қалған. Мен сіздерге сұрақ-жауап видеосын түсіргім келеді. Сол себепті маған комментарийға сұрақтарыңызды жазып қойсаңыздар болады. Мен келесі видеода сондай сұрақ жауап оқып түсірсем деймін. Потом міндетті түрде сұрақ мен туралы болу керек емес. Қандай сұрақ қойғаныңыз келеді, сондай. Екіні қоса қанша дейді. Расында қызыққа түсіріп келеді, сондай.
ASMR'da. Мен сестренкам ұйықтамай жатыр. Бірақ қазір сағат түнгі 1. Тағы бір дауыс уже жеңді. Болды. Ұйқы келді. Негізі мен тамақ көп жеймін. Қатты көп жеймін. Бірақ мен бүгін жұмыста тамақ жеп алдым да. Не содан кейін болды. Күндіз сағат. Күндіз емес. Күндіз сағат. 3-те ма сондайда. Annem ұйықтап отыр. Соның телефонына келгем. Сол істеп